Kıldım şağasında jaralı bir iz kaldı. Жалғыз аққу көл бетінде жүзіп келеді. Көз жасымен тұнық көлді тебірентеді. Күйе салып мұңын айтып табиғатына. Сол барақты махаббатын қайта кетеді. Маған сенде айтшы жаным тек шыныңды. Түсінбедім мен сырымды, сұрап сенен өтінерім, және арнап жырымды. Мен жоқтан біреу сенің жүрегіңді жаралаған. Мен жоқтан біреу сенің бар өзіңді мазалаған. Сенсіз өмір сүру маған өте ауыр және қиын. Бақытыңды тапсаң егер, сала алмаймын саған тыйым. Кальян деген дүниені бұрын түсінбейтін едім. Бір рет шектім де тоқтай қалдым деппін ғой. Мен қазір шекпен қойып кеткенмін. Шектің ғой, ағырке шектің ғой. Кеше инстаграмда көрдік. Қазақтың қарагөз қызы кальян шегіп отыр. Екі құлағына түті шығып отыр. Мен ешқашан тұрмысқа шықпаған. Екі балаңыз бар. Мен тұрмысқа шықпасам қайдағы екі бала қуаспа? Жасыңыз 54-те. Мен әлі 18-ге толмағам. Мәди, сен маған не дедің? Жас үлкен келіншек. Аматстан балалар жетібі ертең бастап сабақ. Ана әке шешелеріңе айтыңыздар, шындан балын киіп жүрсін, камерада кешектей болып қалып жүрмесін. 42 теңге алдыңдар ма? Не ішіп сен? Пиво ішіп жатырмын. Қойшы. Қандай пиво? Қандай пиво? Аты қандай? Пиво. Тәтті ме екен пиво? Иә. Бағана звондасам, телефоның тағы пидорасатса дейді. Пидорацияда тұрған жоқ, телефон қосылып тұр. Ой, демалыс жоқ қой бізге. Демалыс сол арасында деп демалуымыз, арға жұмысы береміз. Достар, өзінің ораза ұстағанын мақтанып жүрген қыз дүкенде. Сәлеметсіз апай, маған бір су беріп жіберші. Ай, мен ораза кем ғой. Сіздердің маған айтқан әрбір сыни пікірлеріңізден мен өшпеймін, керісінше лаулап жанамын. Балам ғына айта алмайды. Да? Мен өзім педагог, қазақ тілі мұғалімі, а менің балам ғына айта алмайды. Это ұят, үлкен ұят, ғына айта алмайды. Сіз абыржымаңыз, біз адрес бойынша келдіңіз, біз үйретеміз. Неге маған қандасып қымыңдап тұрсыз? Аты Аты жөнім бар менің. Мырза Жунайтова Фахржамал Фахидуллаевна. Дұрыстап айтыңыз. Әжептеуір жігітпен таныстырдық қой, қашан байға тиесін, ей? Айналайын, таныстырған жігітіңіздің басы таз, беті угрый, үсті қотыр. Еш шөп зосында отырық. Отырсаң ар отырш, қотырың жұғапты. Арындас жігітің бар ма? Жоқ, басым бос. Ой, әдемі тұрып неге таппайсың? Жігіттер екіге бөлінеді. Біреу болса махаббаты барлар, ал енді біреу болса махаббаты жоқтары. Ал махаббаты барынан табайын десем, қызы кеп шашын жылады. Енді махаббаты жоғынан тапсайшы. Ой, бойдақта. Ой, бай болғың келе ме? Айтайын ба? Онда мені тыңда. Күнде арманмен ұйықтап, мақсатпен тұр. Көтек, үйтсем байым өлтірмеймін, қызық екенсің болсын, қалайсыңыз?